Адамды алғаш көргенде біз оның ішкі жан дүниесін емес, сыртқы келбетін бағалаймыз. Бұл шындық. Көпшілік оны мойындамаса да, алғашқы әсер әрқашан сыртқы көріністен басталады. Ал сол сыртқы көріністің ең маңызды бөлігі киім. Киім жай ғана матадан тігілген дүние емес. Ол сенің үнсіз сөйлейтін тілің. Сен ештеңе айтпай-ақ адамдарға өзің туралы көп ақпарат беріп үлгересің. Сенің талғамың, өмірге көзқарасың, өз-өзіңе деген құрметің бәрі киімің арқылы байқалады. Біреу сені бірінші рет көргенде, ол сенің қандай адам екеніңді білмейді. Бірақ сенің үстіңдегі киімге қарап, ол саны астында бір пікір қалыптастырады. Бұл пікір дұрыста, қатеде болуы мүмкін. Бірақ ол бар. Міне, сондықтан киім өте маңызды. Кей адамдар маңыздысы адамның ішкі дүниесі дейді. Иә, бұл рас. Бірақ мәселе мынада, адамдар сенің ішкі дүниеңді бірден көре алмайды. Ал сыртқы бейнең бірінші болып көзге түсетін нәрсе. Сол арқылы олар сені бағалай бастайды. Егер сен ұқыпты, таза, үйлесімді киінсең, адамдар сені жауапты, жинақы, өз-өзіне сенімді адам ретінде қабылдайды. Ал керісінше болса, сен туралы кері пікір қалыптасуы мүмкін. Бұл әділетсіз көрінуі мүмкін, бірақ бұл қоғамның заңы. Киім сенің өзіңе деген құрметіңнің көрсеткіші. Егер сен өзіңді бағаласаң, сырт келбетіңе де мән бересің. Бұл міндетті түрде қымбат брендтер кию деген сөз емес. Ең бастысы тазалық, үйлесім және қарапайым талғам. Қарапайым, бірақ таза және үйлесімді киінген адам әрқашан сәнді көрінеді. Ал қымбат киім киіп, бірақ ұқыпсыз жүрген адам керісінше әсер қалдырады. Сондықтан мәселе бағада емес, көзқараста. Киім адамның көңіл күйіне де әсер етеді. Сен өзіңе ұнайтын киім кигенде өзіңді сенімді сезінесің. Жүрісің өзгереді, сөйлеуің өзгереді. Бұл психологиялық әсер. Сол себепті кейде жай ғана жақсы киініп шығу да адамның күніне өзгеріс әкеледі. Адамдар сенің киіміңе қарап, сенің қай ортаға жататыныңды да болжайды. Бұл да шындық. Киім арқылы сен өзіңнің стиліңді, бағытыңды көрсетесің. Мысалы, классикалық стиль тәртіп пен жауапкершілікті білдірсе, спорттық стиль еркіндік пен жайлылықты көрсетеді. Киім бұл сенің жеке брендіңнің бір бөлігі. Қазіргі заманда әр адам бір бренд. Сен өзіңді қалай көрсеткің келеді? Қандай әсер қалдырғың келеді? Осы сұрақтарға жауап берсең, киім таңдауыңда өзгереді. Кейбір адамдар маған бәрібір деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде бұл өзіне мән бермеудің белгісі. Өзіне мән бермеген адамды өзгелер де бағаламайды. Ал өзіне құрметпен қарайтын адам әрқашан өзгелердің құрметіне ие болады. Киім бұл тек сән емес, бұл тәртіп. Өзіңді күту, таза жүру, ұқыпты болу бұл адамның ішкі мәдениетінің көрсеткіші. Мұндай адаммен сөйлескің келеді, сенгің келеді. Бірақ бір нәрсені ұмытпау керек. Киім бәрі емес. Ол тек есікті ашады. Ал ішке кіргізетін сенің мінезің, ақылың, сөзің. Егер сыртқы бейнең жақсы болып, бірақ ішкі дүниең бос болса, адамдар оны тез байқайды. Сондықтан ең дұрысы тепе-теңдік. Сыртқы келбетке де, ішкі дүниеге де мән беру. Өзіңді жан-жақты дамыту. Киім арқылы сен өзіңе деген сенімділікті арттыра аласың. Ал сенімділік жетістікке апаратын басты жолдардың бірі. Өзіне сенімді адам мүмкіндіктерден қорықпайды, жаңа қадамдарға бара алады. Тағы бір маңызды нәрсе орта. Сен қай ортада жүрсең, сол ортаға сай киіну де маңызды. Бұл құрметтің белгісі. Мысалы, жұмысқа, кездесуге немесе мерекеге сәйкес киіну сенің мәдениеттілігіңді көрсетеді. Кейде адамдар киімге тым көп мән беріп, өздерін жоғалтып алады. Басқаларға ұнау үшін киінеді. Бұл қате. Ең бастысы өзіңе ұнау. Егер сен өзіңе сенімді болсаң, өзгелер де сені солай қабылдайды. Стиль бұл көшірме емес. Бұл сенің ерекшелігің. Әр адам өз стилін табуы керек. Бұл уақытпен келеді. Эксперимент жаса, бірақ өзіңді жоғалтпа. Қарапайым кеңес. Киімің таза болсын, үйлесімді болсын, өзіңе жарасын, өзіңді сенімді сезіндірсін. Осы 4 нәрсе болса, сен әрқашан жақсы көрінесің.
Есіңде болсын. Адамдар сені алғаш рет киімің арқылы таниды. Бірақ олар сені есте сақтайтын сенің болмысың. Сондықтан сыртқы бейнеңді де, ішкі дүниеңді де қатар дамыт. Сонда ғана сен толыққанды, әсерлі тұлға боласың.